Бүгін біз бірінші рулетіміз етті рулетті дайындасақ, ол үшін бізге фарш, пияз теркадан өткізілген, жарты сәбіз теркадан өткізілген, мынау бізде сырымыз тоже ең кішкентай теркадан өткізілген, 2 жұмыртқа, тұз, бұрыш, паприка, және де нори қағазы қажет болады. Бізге жасауымызға пергамент қағазы немесе фольганы алсаңыздар болады. Онда жасасақ, міндетті түрде суын сығып алыңыздар пияздың, және де пиязымызды саламыз. Одан кейін біздің немізді саламыз, сәбізімізді. Және жақсылап араластырып аламыз бірінші. Екі жұмыртқамызды қосамыз. Және де жақсылап мұжып тұрып, соққылап тұрып араластырамыз. Соққылап тұрып араластырғандықтан осылай бір масса болып біргеді. Ал енді пергамент қағазын аламыз. Пергамент қағазымызға біздің дайындаған фаршымызды аламыз. Енді үстінен жауып, осылай фаршымызды жаямыз. Нори қағазын елеміз. Енді орналастырамыз. Сырды себеміз. Енді рулетімізді формировать етеміз, яғни ораймыз. Ол үшін майдалап осылай алып аламыз. Және де пергамент қағазының көмегімен осылай отырып айландыра отырамыз. Көріп жатсыздар, уже жаңағыдай айланып рулет болып жатыр. Жақсылап басамыз. Енді рулетіміздің сыртын жақсылап орап, пергамент қағазымен немесе өздеріңізде бар фольгамен ораймыз да, духовкада 170 градуста пісіріп аламыз. Рулетіміздің екі шетін осылай кәмпит тәрізді қылып қысамыз. 170 градуста 30-35 минутта піседі. Енді өз духовкаңыздың температура қойылуына байланысты қарайсыз.